Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Мен бүгінгі видеода бір қызықты мәліметпен бөліскім келіп отыр. Кейбіреулерге пайдалы болады деген мақсатпен. Енді түсінікті болу үшін басынан айтып берейін сіздерге. Бір жыл алдын менің асқазанымда сондай өткір ауру болды. Өте острый боль дейді ғой. Қыс кезінде, одан кейін частный клиникаға барып тексерілген кезде, ол жерде ФГДС өткізді. ФГДС енді шланга дейді ғой, халықта шланга жұту деп айтады. ФГДС-пен тексерген кезде менде асқазанымда жара болды, язва, одан кейін гастрит. Жалпы мынау бірінші өткен ФГДС-тің нәтижесі. Одан кейін енді мына дәрігерге қаралған чектары 2 рет бардым, 2 ай ішінде. Осыдан кейін гастроэнтеролог маған осындай дәрі-дәрмектер берді. Ол енді өте ауыр дәрілер. Оның ішінде антибиотигі бар, басқасы бар. 1 ай ішіп, одан кейін қайтадан қаралуға келесің деді. 1 ай дәрі-дәрмегін іштім. Дәрінің бағасы қанша енді? 36 мыңға шықты бірінші жолғысы. Дәріні ішкеннен кейін менде ауру біраз бәсеңдеді, бірақ толық кеткен жоқ. Қайтадан екінші рет қаралуға барған кезде доктордың тексеруі мынандай болды. Тағы да шланг жұттым. Ол кезде врач маған жараның толық жазылғанын айтты. Одан кейін мен айтып едім, ауру әлі басылған жоқ, кеткен жоқ деп. Ол кісі маған тағы да дәрілер жазып берді. Тағы 1 айға, 1 ай, 1,5 айға созылатын тағы дәрілер жазып берді. Ол дәрілердің құны тағы да 36 мыңдай болды. Оны іштім, 1 ай, 1,5 ай тағы да. Мына енді жара жазылды дегеннен кейін мен аса бір ол аурудың несіне алаңдаған жоқпын. Уақыт өтумен кететін шығар деген оймен. Бірақ та жалпы алғанда 2,5 ай дәрі-дәрмекті ішіп болғаннан кейін жеңілдік сезінбедім, ауру әлі бола берді. Одан кейін өзім іздене бастадым. Тағы да енді қалай көмектесуге болады деп, өйткені ол берген дәрі-дәрмегін алдым, 2 рет тексеруден өттім. Ол жерде жара жоқ дейді, бірақ менде аурудың әсері әлі де қоймады. Одан кейін доктор Евдокимов деген кісі бар ғой. Сол кісінің арнасынан бір нәрсе көріп қалдым. Бұл сияқты чага деген, бұл енді дәрі де емес. Сол доктордың арнасынан осы чаганы қолданып асқазан ауруын емдеуге болады деген мәліметті көрдім де, осыны іздестіріп, аптекада сатылады екен, осындай 50 грамм, осындай қораптарда. Осыны қолдандым. Қолданғанда 1 ай көлемінде іштім, оны суға ертіп, шай сияқты дайындалады. 1 ай ішкеннен кейін кәдімгідей өзімде жеңілдік сезіндім. 1 ай емес, 1 аптадан аса ішкен кезімде өзім аурудың біраз басылғанын сездім. Аса бір қымбат тұрмайды, 250-300 теңгенің төңірегінде тұратын нәрсе бұл. Осы нәрсені қолданған кезде кәдімгідей жеңілдік сезіндім. 1 ай көлемінде іштім де, одан кейін бұл нәрсені ұмыттық. Асқазанның ауырғанында толық басылды. Енді 1 жыл өткеннен кейін осы қыста асқазан ауруым қайта басталды. Енді бір ауырған жер түсінікті, қандай да бір ол жерге ауырлық болса, қайтадан сырқырап бастайтыны белгілі. Осыдан 2-3 апта бұрын ауру басталды да, аурудың күші сондай кішкене өткір болды. Менде бір ой болды, алдыңғы тексерілген докторға барып, қайтадан тексеріліп, содан дәрі-дәрмегін алсам ба деген ой болды да. Одан кейін осы чага есіме түсті. Осыны чаганы алдын ала қолданып көрейін. Егерде қандай да бір пайда болмаса, одан кейін докторға барармын деген оймен осы чаганы тағы да алдыңғы жолы қолданған сияқты қолданып бастадым. 3 аптадай қолдандым. Қазіргі күнде Құдайға шүкір аурудан арылдым. Асқазан ауырғаны біраз жеңілдеді. Жеңілдегенде қойды деп айтсақ та болады. Енді 2 рет қолданып, бұл нәрсені мен бұған сенімдімін, көмектесетініне кейбір жағдайда. Енді аса бір ауыр жағдай болмаса, жеңіл ауруларда бұл көмектеседі. Сондықтан да бұны сіздерге көрсетіп, сіздермен бөлісіп отырмын. Ал енді бұл чаганы ішу үшін тағайындау жағына келсек, қорабында бір нәрселер жазылған, бірақ та бұл рецептпен тағайындап ішу, ол ондай дозада ішу мүмкін емес. Бұл жердегі білмеймін не үшін. Чаганың бір бөлігін 5 бөлік суға дейді, ол өте крепкий болып кетеді, оны іше алмайсыз. Сондықтан да әртүрлі әдістерді қолданып, одан кейін бір шешімге келдім. Сол рецептті қазір сіздерге көрсетемін. Жалпы енді чага деген нәрсе бұл
ормандарда қайың ағашында өседі. Бұл гриб дейді ғой, грибок, сондай ағашқа түседі да, оның қайың ағашының шырынын өзіне сориды да, бұл өсіп ағаштың қурауына алып келеді. Ағаштың бүкіл шырынын сорып алады. Сондықтан да болса керек, бұның ішінде көптеген пайдалы элементтер жиналады. Бір жағынан қайың шырынынан алынған пайдалы элементтер, екіншіден бұл грибок ағаштарға зиянды болғанымен адамдардың денсаулығына пайдалы екенін кейбір врачтар дәлелдеген. Ағаштардан жинап алудың қажеті жоқ, бізде ондай мүмкіндік те жоқ. Енді Ресей ормандарында кездессе керек, бұл жабайы табиғатта. Бірақ енді бізде бұны аптекадан осындай дайын күйінде сатып алуға болады. Енді бұл дәріні қалай ішке қабылдаймыз және де қалай дайындаймыз, сол туралы айтып беремін. Ол енді мынандай коробкада сатылады. Ата чага. Осы сияқты пакетпен жүреді ішінде. Ол үшін бізге осы сияқты термос керек. Осы сияқты термометр болса, ол да дұрыс. Одан кейін 1 литр су керек. Және де мына чагадан чай қасықпен, чай қасықтың өзі үлкендеуі болады ғой, сондай чай қасықпен 1 қасық осы чаганы аламыз. 1 қасық чаганы салдық. Одан кейін мынау термометрдің қажеті, мына судың ыстықтығы қатты қайнап кетпеу керек, 60 градус болу керек. Негізі бұның дайындалу ыстықтығы 55 градус. Ал мынау енді салқын термосқа құйған кезде 5 градус тағы да төмендейді деген есеппен мен 60 градус қылып аламын бұны. Қазір оны күтіп отырмай қояқ. Мынау 60 градус деңгейде ысытылған су. Егер енді бұл сияқты термометр болмаса, бұның ыстықтығын қолды салған кезде 2-3 секундта қол күймейді, бірақ та енді ғана ысып келе жатқан су, енді буласып ысып келе жатқан су. Термометр болмаса солай тексеруге болады. Салған кезде мынау 1 секунд, 2 секундтай ұстауға келеді. Қатты қайнап та кетпеу керек, одан да салқында болмау керек, өйткені ыстық суда чаганың бойындағы пайдалы бактериялар өліп қалады. Салқын суда оның пайдалы элементтері суға шықпай қояды. Біз енді осы чагаға ыстық суды құйдық. Осының аузын жабамыз да, бұны кемінде 12 сағат осы күйі қойып қоямыз. Мен ішу үшін кеште жасаған кезде таңертең қолданып бастаймын. Кемінде 12 сағаттан сол 24 сағатқа дейін ол дайындалып тұру керек. Осылай дайындалған 1 литр маған 2-3 күнге шамамен жетеді. Одан кейін енді мына дайындалған чага бар. Осы сияқты түсте болады дайындалғаннан кейін. Осыны біз күніне 3 рет тамақтан жарты сағат бұрын осы күйінде ішеміз. Әр ішкенде мен осы кружкамен жарты қылып ішемін. Оны өлшеген кезде 120-130 миллиграмм. Маған мына стаканның жартысы, осы кружканың жартысы маған мерка, соны қабылдаймын әрбір ішкен кезде. Тамақтан алдын күніне 3 рет. Осылай оны қабылдауға болады. 1 ай көлемінде қабылдаймыз. Одан кейін 2 ай, 3 ай демалу керек. Өзі 1 ай ішкен кезде өзі біраз жеңілдік береді бұл. Ауруы кәдімгідей басылады. Одан кейін көптеген жайсыздықтардан арыласыздар. Енді мына чаганың пайдасына келсек, бұл тек қана асқазанға ғана емес, көптеген ауруларға ем деген мәліметтер бар. Жалпы денсаулыққа пайдалы бұл. Асқазан, бірінші кезекте асқазанға және де денсаулықтың көптеген жеріне пайдалы. Одан кейін бұны ішкен кезде тағы бір айтатын нәрсе бар. Тістің эмаліне зиян береді деген мәліметтер бар. Солай естідім, бірақ оны өзім білмеймін, шын ба, өтірік па. Бірақ та мен ол нәрсенің алдын алу үшін оны іше салып, аузымды таза сумен шайып тастаймын жай ғана. Бірақ енді өзім ондай зиянын көрген жоқпын. Жалпы алғанда енді 2 айдың көлемінде қабылдадым. Бірақ та бұны үзбей қабылдауға болмайды. 1 ай ішіп, одан кейін кемінде 1 ай, 2 ай, 3 айға дейін үзіліс жасаған дұрыс. Өйткені мынаның құрамындағы нәрселер адамның басқа жағына ауырлық келтіруі мүмкін. Мына бүйрек сияқты, бауыр сияқты ағзаларға ауырлық келтіруі мүмкін. Сондықтан да арасын кішкене үзіп, 2-3 ай демалып, немесе
асқазанның ауруына қарай 6 ай демалып, солай сияқты арасын кішкене үзіп, содан кейін қайтадан курс қылып қабылдаған дұрыс. Құрметті көрермендер, бұл видеоның мақсатын дұрыс түсініңіздер. Бұл жерде дәрігерге қаралма, тексерілмеңіздер деген нәрсе емес. Әркім өз денсаулығы үшін жауапты, сондықтан да ол нәрсеге немқұрайлы қарамаңыздар. Егер де өткір жағдайлар болса, дәрігердің тексерілуінен өтіп, олардың кеңесін алып, дәлелденген медицинаның негізінде емделгенге ештеңе жетпейді. Бірақ та созылмалы аурулар және де басқа да жағдайларда осындай әрекеттерге баруға қажет болатын кездер болады. Сондықтан да барлықтарыңызға сәттілік, ауырмаңыздар, мықты денсаулық тілеймін. Сонымен қатар арнаға жазылып қойыңыздар. Менің арнам негізгі бағыты жеміс ағаштарын өсіру, оларды күтім жасау, қырқу, сол сияқты нәрселерге арналған. Егер де ол тақырыптар сіздерге ұнаса, арнаға жазылып қойыңыздар. Кіріп басқа да видеоларды қарасаңыздар болады. Ал енді бұл видеоны түсірудегі мақсатым біріншісі табиғи жолмен денсаулыққа қандай да бір пайда келтіру. Екіншісі және де жалпы пайдалы мәлімет болғаннан кейін оқырмандармен бөлісуді жөн деп санадым. Сондықтан да ұнаған болса лайк батырмасын басып және де пікір қалдырып қойыңыздар. Сау саламатта, амандықта кездескенше.